жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Табыстырам бәрімен, өлең жыры әнімен, өрісіңді кеңейтем, шежір айтып әріден. Қысқасы ілім білімнің бәрімен. Кітап досың, жолдасың, өмірдегі жолбасшың, жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Табыстырам бәрімен, өлең жыры әнімен, өрісіңді кеңейтем, шежір айтып әріден. Қысқасы ілім білімнің бәрімен. 2020 жылғы 3 қарашадағы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында берген тапсырмасы бойынша нөмір 63 жалпы білім беретін орта мектеп кітапханасында оқуға құштар мектеп жобасы аясында жұмыстар жүргізілуде. Бүгін кітапхананың оқу залына 20 минуттық оқуға 4-ші сынып оқушылары келді. Балалар, кітап үлкенге де кішіге де ақылшы дос. Сен ерінбесең, ол саған ақыл айтудан ерінбейді, жалықпайды. Сен ала білсең, ол бере біледі. Кітап оқудың пайдасы зор екендігінде күмән жоқ. Жақсы кітап оқу арқылы адамның білім көкжиегі кеңейеді, ішкі жан дүниесі байиды, есте сақтау қабілет артады. Кітап оқу арқылы адамның сөздік қоры көбейіп, ойлау қабілеті артады, өз пікірін еркін жеткізе алады. Сондықтан кітап оқуды күнделікті әдетке айналдырыңдар. Өйткені көп оқыған адам көп біледі. Кітапханаға кітап оқуға достарыңды да шақырыңдар. Құрметті ата-аналар, сіздерді балаларыңызбен бірге біздің мектеп кітапханасына келіп кітап оқуға шақырамын. Оқуға құштар, тіл байлығы дамыған, сауатты тұлғаны бірге тәрбиелейік.